Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізде 3-ші сыныптың қазақ сабағы 79-ші сабақ. 52-ші жаттыққа қарайық. Текемет туралы мәтіндерді оқы. Текемет бетіне түрлі түсті ою-өрнек басылған үй жиһазы. Бұл төсеніш түрі күрделі сатылардан тұратын пісіру әдісімен дайындалады. Жуылып, түтілген жүнді жайып, оның үстіне басқа түстерге боялған жүннен өрнек салады. Содан кейін оны сулап, пісіріп, бастыруға кіріседі. Текемет басу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр. Бұл мәтін түрінде берілген текеметті жалпы сипатталған. Енді ары қарай екіншіні қарайық. Бұл өлең түрінде берілген текемет. Біреуі жүн жаймалап, біреуі су себеді. Енді бірі шеге орап, жабылып бәрі тебеді. Ыстық су құйып үстіне, қатайсын деп қарпиды. Шықты киіз пісті де, сымнан өтіп сан. Екі мәтіннің жанрын. Бұл жерде бірінші мәтін, бұл ғылыми стиль, яғни ғылыми танымдық мәтін, бірінші мәтін. Ал екінші мәтін бұл көркем өлең түрі. Олардың ұқсастығы мен айырмашылығы. Текемет қай мәтінде нақты, қай мәтінде бейнелі сипат. Екі мәтінде текемет жайлы. Ал айырмашылығы екеуінің жанрында. Бірінші мәтін ғылыми танымдық мәтін болса, екінші мәтін көркем мәтін. Текемет бірінші мәтінде нақты, ал екінші мәтінде бейнелі сипат. Әрі 53-ші. Оқы, түбір сөздерді тәуелденген сөздермен салыстыр. Білек, білегім. Білек, міне, дыбысы г-ге айналады. Білек, білегім. Аспап, аспабым. Дыбысы Б дыбысына айналып кетіп жүр. Моншақ, моншағым. Б дыбысы Г дыбысына айналып кетіп жүр. Тарақ, тарағы. Дыбысы Г дыбысына айналып. Халық, халқы. Мына жердегі халық Б дыбысы түсіп. Әріп, әрпім. Түбір сөздер тәуелденгенде қандай өзгерістер болады? Бұл сөздердің жазылуы. Тәуелдік жалғау жалғанға. Түбір сөздің соңындағы қатаң П, Т, П дыбыстары ұянға өзгереді. Яғни доп, добы, жүрек, жүрегі, қала, дағы. Тәуелдік жалғау жалғанғанда кейбір әріп сөздердің жазылуы өзгереді. Халық, ұқы, әріп, әрпі. Осы тәуелденген сөздермен сөйлем құрастырып айтып көр дейді. Мысалы, білегіме білезік тақтым. Менің сүйікті аспабым қобыз. Моншақтан әдемі кесте тіктім. Әлияның әдемі тарағы бар. Қазақ халқы қонақжай халық. Әріптен сөз құралады. Осы сызып сөйлем. 54-ші жаттығуға қарай. Жақшадағы сөздерге тиісті тәуелдік жалғауын жалғап жаз. Біздің халық бақытты. Біздің халқымыз бақытты. Екінші. Сенің дауыс естілмейді. Сенің даусың естілмейді. Менің уақыт. Менің уақытым. Мемлекеттің мүлік. Мемлекеттің мүлкін шат. Ораз ерін жыбырлатты. Ораз ернін жыбырлатты. 55-ші жаттығуға қарай. Суреттің және тірек сөздердің көмегімен ісмер тақырыбына мәтін
жиһаз. Ісмер. Яғни бұл жерде тірек сөздер беріліп тұр. Тірек сөздер тұскиіз, бөлме қабырғасы, сәндеу, ұлттық жиһаз, ісмер, үсті жіп, кестелеу, ұсақ моншақтар, алтын зерлі жіп, өрнек, дән беру. Мысалы, ісмер. Менің әжем ісмер. Ол алтын зерлі жіптен, түрлі түсті жіптен өрнектер салып, ұсақ моншақтардан кестелеп, тұскиіз жасайды. Тұскиіз бөлме қабырғасын сәндеуге арналған ұлттық жиһаз. Әжемнің қолынан шыққан заттар үйімізге ерекше сән береді. Енді былай дейді. Мәтінінен тәуелдеулі сөздер. Әжем және әжемнің. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.